Ваннаға бір түсіп, денеңді магниймен емдеп шығасың, арықтайсың, әрі ағзаң тазарады десем сенесіз бе? Магний тұзы не эпсом тұзы қосылған ванна жүйкені тыныштандырады, арықтауға және ұйқыны қалыпқа келтіруге көмектеседі деп жиі айтылады. Бұл рас па? Терінің басты қызметі ағзаны сыртқы ортадан қорғау, сондықтан оның заттарды өткізу қабілеті өте шектеулі. Химиялық зат сіңу үшін ол эпидермис қабаты немесе тер бездері мен шаш фолликулдары арқылы өтуі керек. 1985 жылы британдық зерттеушілер магнийге бай Бат курорттық қаласының суын сынап көрді. Нәтижесінде қандағы магний деңгейі өзгеріссіз қалған. 2020 жылы Ирландия ғалымдары магний тұзы қосылған ваннаның спортшылардың салмақ тастауына әсерін зерттеді. Эпсом тұзы қосылған ваннада қарапайым жылы суда бірдей нәтиже берген. Ал неміс зерттеушілері барлық қолжетімді деректі саралап, магнийдің тері арқылы сіңбейтінін және оны таблетка түрінде қабылдау қажет екенін айтты. Сондықтан магний тұзы қосылған ваннаның ерекше емдік әсері ғылыми тұрғыда дәлелденбеген. Магний тері арқылы ағзаға өтпейді, бірақ жай ғана жылы ваннаның өзі денені сергітіп, жүйкені тыныштандыруға көмектеседі.